Ал енді құрметті ағайын, бұл Шыңғысхан туралы тарихтың видео антологияларының 6-шы бөлігі. Мен сіздерге қазір армян жылнамашыларының 13-ші ғасырда жазған мұғулдар туралы, яғни біздің ата-бабаларымыз туралы жазған тарихи кітаптың беттерін көрсетемін. Бұл кітап алғаш рет 1870 жылы Санкт-Петербургта басып шыққан екен, армян тілінен аударылып. Бірақ онда 3 қана жылнамасы келтірілген, және армяндардың. Ал мына 1962 жылғы орыс тілінен аударылған кітапта бірнеше дерек бар, армяндар жылнамашылар жазған. Онда дерек өте мол. Қазір ол кітаптың аты жөнін бәрін өздеріңіз көріп аласыздар. Гуглдан былай айтқан кезде енді іздеп тауып қиындау. Ал жаңағы 1870 жылғы кітапты Гуглдан іздеп көріңіздер, таба аларсыздар бәлки. Бұл кітап ешбір институттарда жария етілмеген, өйткені Совет өкіметінің кезінде онда анық жазылғандықтан бұның таралуын қатты шектеген болу керек дейді. Сол кітаптардың бірі, ең бірінші жаңа жазба, ол 1-ші ғасырдан 1222 жылға дейін жазылған Себастация жылнамасы екен. Сол Себастацияның 1220 жылға жазылған жаңа дерегінде біздің ата-бабаларды шынма-шын жерінен шыққан деп жазады. Шынма-шын. Естеріңізде сақтап осы Себастация жылнамасында, және осы Себастация жылнамасында біздің ата-бабалар шынма-шын жерінен шыққандығы туралынан басқа, бұнда қыпшақтардың ғұн екенін жазған. Яғни қыпшақтарды 13-ші ғасырда да әлі күнге дейін ғұн деген екен. Түсінесіздер ме? Бұл жай бір ғана кітаптағы мәлімет емес, бұнда және бір ғана жазбадағы емес, 13-ші ғасырдағы. Және де басқа бір әдебиеттер бар. Оны алдағы уақытта енді былай айтқан кезде жалпы тарих ретінде Шыңғысхан туралы сол әдебиеттерді айтам. Соның ішінде жазылған қыпшақтарды жаңағы ғұн деген. Ал ол қыпшақтарымыз ол жаңағы батыс қазақтары, Еділ бойының қазақтары, және Волга ғой, енді сосын кейін мына Волга мен жаңағы Днепр бар ғой, Украина, соның ортасында көшіп-қонып жүрген қыпшақтар. Оларды қысқаша осы жерде айта кетейін. Жаңағы Шыңғысхан өзіне қосқаннан кейін, жаңағы қыпшақтың бір бөлігін мына Жошы хан саяси дипломатиялық жолмен осы мына біздің қазіргі мына Петропавл жақтағы мына Целина деп қазір егін егетін жер бар ғой, сол жер негізінде қыпшақтардың жайлауы болған. Сол жерді мекендеген қыпшақтарды, және Самар жақтың қыпшақтарын олар жаңағы дипломатиялық жолмен өзіне қосқан әскерді Жошы хан. Содан олар бәрі бірігіп алып, жаңағы Жебен-Оян мен Сүбеде Баһадур Волга жақтағы қыпшақтарға барады ғой. Сол кезде олар қосылмай, орталарында шайқас туындайтынын өздерің білесіздер. Содан ол заман өте оларды қосады, яғни соғысу арқылы қосады. Қосқаннан кейін қысқа мәлімет әдейі беріп отырмын. Олардың аттары қазіргі күні кімдер болатын. Уақыт өте келе ол жаңағы қыпшақтар Ноғай аталады. Жаңағы Ноғай батырдың атымен алтын ортадағы замандағы алтын құлдырап жатқан кездегі Ноғай батырдың атымен Ноғай аталады. Ноғай деген жаңағы өздеріңіз білесіздер, қазақтың туысқан халықтары. Саны басым болған, өте көп болған. Олардың саны 3 миллионнан астам болған. Мына 18-ші ғасырда. Оған қатты соққы берген негізінде мына орыстың атын жамылып келген немістер, Екатерина, Тевтон ордені. Өйткені олар 10-шы ғасырда жаңағы Батухан осы қыпшақтарды жаңағы мына Шыңғысхан атасын қолдаған халықтарды басын біріктіріп, Тевтон орденін күйретіп тастаған. Сол мына Екатериналар қауіп қайдан болатын білген ғой. Енді қаншама ғасыр бойы
жаңағы Рим империясын жаңағы осылардың бәрін жаңағы былай айтқан кезде әдіс айламен жаулап келе жатқан тәсілдеріне кедергі келтіріп қиратып отырған ғой. Сондықтан ба дейміз, патша өкіметінің кезінде қазақ халқына мына Ресей патшалық қатты өшіккен. Вот. Ал енді екінші әдебиет жаңағы армян жылнамашыларын жазған. Ол Харберт қаласында діни кітаптардың тізбегі ретінде дерек, күндерек секілді жазылған дерегінен жаңағы шіркеу қызметшілері жазған ғой енді. 1236 жылы жазылған, Харберт қаласында 1236 жылы жазылған дерек деп аталады ол, армян жылнамасы. Сонда Шыңғыс ханның жаңағы армян жеріне дендеппенген әскерінің халықтың өз ауыздан естідік, олардың өз атауы қара татар екен деп тіркеген. Яғни жаңағы 5-ші видеоның бірінші және екінші бөлігінде айтылғандай, Менхун жазбасындағы, яғни Қытайда жазылған Менда Билу кітабындағы жазбасындағы айтылғандай, бұларда жаңа Шыңғыс хан халқын қара татар деп жазған екен. Яғни шығыста бір халықтың айтқан сөзін мына батыстағы армян халқының жазбасы дәлелдеп тұр. Бізде қазір факт бар. Енді армян жылнамасы туралы үшінші дерек ол аноним. Ол 1248 жазылған, және аноним тоже, яғни діни кітаптардың ішінде жазылған. Енді армяндардың дінінде сол замандағы жылнамашылар көбі діни адам өкілдері болған, жаңағы парсы жақтағы секілді. Солар жазған. Сонда жазған кезде бұл жерде бір тағы қызықты атауы бар екен. Бұлардың дейді аты Тур және Ар деген екі сөздің қосындысы, содан татар шыққан деп жазған. Ал біз енді өзіміздің тіліміз бойынша жап-жақсы түсініп тұрмыз ғой. Мағынасы Тұр, Ар, яғни түсінікті болу үшін стойкая честь, яғни Тұр, Ар. Қазір керемет нәрсе. Сосын кейінгі төртінші армян жылнамасы ол 1270 жылы жазылған. Григорий Акнеерци деген кісі жазған. Онда кәдімгідей бір кітап секілді жазылған. Ол кітаптың аты Атқыштар халқының тарихы деп аталады. Осы төртінші кітаптың ішінде Григорий Акнеерци жаңағы моғолдардың, қара татарлардың өздерінің Түркістан деген отанынан шықты деп анық жазылған. Түсінесіздер ме? Түркістан жерінен отанынан шыққан деп жазылған. Құрметті қалайық, көрермен, тыңдарман, видеом симай қалды. Келесі видео осы 6-шы видеоның бірінші бөлігі деп аталады. Сол жерден бастап сіздер осы және мен айтқан жылнамалардың кітап беттерін өздерің оқуға аласыздар. Сосын өздеріңіз былай айтқан кезде нәтиже шығарып аласыздар, ой түйіп аласыздар. Бірден айтам, қара татар деген жаңағы қара хатай деген сөз. Қара хатай ол жаңағы Алматы облысымен, сол жаңағы Іле ауданы, Қытайдағы Шымкент жақ, сосын кейін мына шығыс Қазақстанның қазақтары болып толады сол замандағы. Енді жалғасын көріңіздер парақшамда, міндетті түрде жүрек басыңыздар и бөлісіңіздер.